Бізде кеше бір жиында болдық, сүндет той екен. Сонда байқаған келген адамдардың бәрі айтып жатыр, баланың мұсылман болғаны құтты болсын деп жатыр. Соны мен айтар едім, енді ол адамдармен сұхбаттасқан жоқпын мен. Ұрыс керіс қажет емес. Жалпы бұл сөзді естіген адамдар да ренжіп қалмасын. Мен олардың дұрыс емес деп жатқан жоқпын, бірақ дұрыстауы. Бала, қараңызшы, сұрақ. Мен кейін сөз берген кезде сұрап жатырмын да, бала сонда сүндетке отырмай тұрып кім еді деп сұрап жатырмын. Не ол, кәпір ме еді, жоқ әлде періште ме еді десем, кісілер айтады, енді бұрыннан келатқан сөз ғой дейді да. Екінші біреулер айтып жатыр, періште еді дейді. Мен айтамын да, бала адам періште болса, ол денесін қырықтырып адамға айналып нең бар деймін да. Періште болып жүре берсе одан да. Дәл сол піштірілмей тұрып бала періште болса ше, одан да періште болып жүре берген артық емес па деп ойлаймыз ғой. Сөйтсек ағайындар, негізі бұл сүндетке отыру деген бұл пайғамбар саллаллаху сүннеті, бұл тазалық. Бұл жалпы сүннет деген нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның істеген амалдарынан ғой. Бұл исламдағы жақсы көрінілген жақсы нәрселер. Бірақ ол адамның дінін өзгертетін нәрсе емес. Алла тағала айтады ғой, адам баласы туылған кезде, нәресте кезде ол ақпарақ. Бұл исламға бейім болып туылады. Ақпарақ деген тап-таза, кішкентай балдар өлсе бар ғой, ол періштеден де артық қой олар. Балдар, керек десеңіз қараңыз, бұл фитратта кішкентай кезінде қайтыс болған бала бар ғой, ата анасына шапағат етеді ғой олар қияметтің күнінде. Қарасаңыз дәрежесі қандай. Мен айтқым келгені, ағайындар, жайлап енді осылай келе беруіміз керек қой, енді исламдың жайлап түсіне берейікші дегенім ғой. Сүндетке отыру, бұл баланың мұсылман болған белгісі емес. Не дейді? Соның орнына атқа қонғаның құтты болсын, жігіт болғаның құтты болсын десе қалай болады? Енді анау өзіндегі жауапкершілікті сезінсін де. Не үшін атқа отырғызады баланы? Атқа отырғызғандығы уже сен батырсың, болды, сен жігітсің енді. Сен ана тәлпіштеніп, мәймөңкелеп жүретін бала емессің, сен уже мойныңда жауапкершілік бар деген сияқты нәрсе ғой. Сол нәрселерді жүрген жерімізде дұрыс түсіндіре жүрейік. Бірақ анау қажет емес. Мына мұсылман болған құтты болсын деген адамдарға, сен астағфиралла, сен діннен шығарудың керек жоқ оларды. Ұрсу керек емес. Жай ғана, ата, не болмаса көке, дұрыстауы, бұл бала сүндетке отырған бұл пайғамбардың сүннетін орындады. Бұрын аталарымыз мұсылманшылық бопты ғой деген нәрсе бар ғой. Бұл мұсылмандардағы бір мейрам екен ғой деген сияқты. Бұл мұсылманшылық. Бұл бірақ бір адамның мұсылман болуы емес.